Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы номер 11 мектеп лицейінің география пәнінің мұғалімі Сәбенова Ақмарал Қыдырбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиядан зерттеу тақырыбын таңдау. Сабағымыздың негізгі мақсаты оқушыларға географиядан зерттеу тақырыбын таңдауды үйрету. География өте қызықты ғылым. Ол табиғат пен қоғам арасындағы ғылымдар арасында дамиды. География кез келген үдерістің, құбылыстың, нысандардың ерекшеліктерін танып білуге көмегін тигізеді. Зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы қоршаған әлемді әртүрлі әдістер көмегімен танып біліп, ондағы құбылыстар мен нысандарға өз көзқарастарыңызды қалыптастырасыздар. Оқушылар, біздің еліміз көлдерге өте бай. Еліміздің физикалық картасында ерекшеленіп тұратын қандай көлді білесіздер? Әрине, ол Балқаш көлі. Батысы тұщы, шығысы тұзды болу себебінен ол картада әртүрлі түспен беріледі. Қалай ойлайсыздар, осы көлді зерттеу үшін ең бірінші қандай жұмыстар атқарылады? Дұрыс айтасыздар. Алдымен жоспар құрылады, мақсат айқындалады, содан соң барып көлдің физикалық орны, тұздылығы, тереңдігі, көлемі, ондағы тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар туралы мәлімет ала аласыздар. Балқаш Қазақстанның оңтүстік шығысындағы тұйық көл. Аумағы жөнінен Каспий, Арал теңіздерінен кейінгі 3-ші орында. Алматы, Жамбыл, Қарағанды облыстарының шегінде Балқаш Алакөл ойысында теңіз деңгейінен 340 метр биіктікте жатыр. Ауданы құбылмалы 17-22 мың километр. Ұзындығы 600 километрден астам, ені шығыс бөлігінде 9-19 километр, батыс бөлігінде 74 километрге жетеді. Балқаш жартылай тұщы көл. Суының химиялық құрамы көл алабының гидрографиялық ерекшеліктеріне байланысты. Судың минералдылығы мен тұздылығы бұл екі бөлікте екі түрлі. Көлге ағып келетін судың негізін Іле өзені құрайтындықтан, батыс бөлігінің суы тұщы, лайлы, шығыс бөлігінің суы тұздылау, түсі көгілдір, ашық көк. Балқаштың батыс бөлігіне Іле, шығыс бөлігіне Қаратал, Лепсі, Ақсу өзендері құяды. Солтүстіктен ағатын Аягөз, Бақанас, Тоқырауын, Жәмші, Мойынты және тағы басқа өзендер әдетте көлге жетпей сарқылады. Көлдің солтүстік жағалауы Сарыарқаның ұсақ шоқылы тау сілемдерімен ұштасып жатқандықтан биік жарқабақ болып келеді және көптеген жыра жылғамен тілімденген, ал оңтүстік жағалауы суы біртіндеп тартылған кезде жиналған шөгінділермен пайда болған құмды ойпат. Балқаш көлі Қарағанды, Алматы және Жамбыл облыстарының аумағында орналасқан. Көлдің солтүстігінде Қазақ соқпақтары, батысында Бетпақдала, оңтүстігінде Шу-Іле таулары, Тауқұм құмдары қоршап жатыр. Балқаш көлі жер бетіндегі ең көне көл болып саналады. Балқаш фаунаға бай. Көл түбінде моллюскілер, судағы ұсақ жәндіктердің дернәсілдері, шаян тәрізділер тіршілік етеді. Батыс бөлігі планктонға бай. Көлде балықтың 20-дан астам түрі бар. Мұның 6 түрі ежелден көлдің өзінде өскен балықтар кездеседі. Зерттеу тақырыбын таңдау үшін алдымен қоршаған ортадағы өзіңізді қызықтырған белгілі бір нысанды таңдап аласыз. Содан кейін негізгі жетекші ұғымдармен танысасыз. Жетекші ұғымдар: зерттеу пәні, нысанның, құбылыстың немесе үдерістің зерттелетін қырлары мен ерекшеліктері. Зерттеу мақсаты зерттеушінің жоба бойынша жүргізілетін жұмысының түпкі нәтижесі. Зерттеу міндеттері зерттеу мақсатына жету үшін жасалуы тиіс қадамдар. Зерттеу тақырыбын таңдауда өзара байланысқан бірнеше қадамдар жүзеге асырылады. Ол үшін зерттеу тақырыбын таңдаудың алгоритмі басшылыққа алынады. Зерттеу тақырыбын таңдаудың алгоритмі: ең алдымен зерттеу пәнін анықтау,
Зерттеу нысанын қай қырынан қарағым келеді? Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Зерттеу барысында қандай нәтижеге жеткің келеді? Мақсатқа жету үшін қандай қадамдар жасайсың? Әдетте зерттеу мақсаты біреу болады. Сол мақсатқа жету үшін алдыңызға бірнеше міндеттер, яғни қадамдар қоясыз. Зерттеу тақырыбын айқындау. Зерттеу пәнінің мақсатқа сәйкес қарастырылуы. Яғни, сіз зерттеу тақырыбын айқындаған кезде, бұл өте жауапкершілігі мол жұмыс, сондықтан мұғалімнің көмегіне жүгінуіңізге болады. Зерттеу тақырыбы таңдалған кезде, оқушының жас ерекшелігі, зерттеу мүмкіндіктері мен құрал-жабдықтардың болуы ескерілуі керек. Зерттеудің оқушы мүмкіндіктеріне нақты жағдайға сәйкестігі басты назарда болады. Зерттеу үшін қажетті жұмыс жоспары. Зерттеу кезеңдері мен орындалатын жұмыстар, тақырыпқа сәйкес келетін әдебиеттер, зерттеу әдістері, қолданылатын құрал-жабдықтар, деректер жинақтау, деректерді өңдеу, талдау, қорытынды жасау. Оқушылар, осы жұмыс жоспарын негізге ала отырып, өзіңізді қызықтырған нысанды немесе құбылысты таңдап, зерттеу мақсаты мен міндетін айқындап, тақырыпты таңдаңыздар. Кең байтақ еліміздегі құпиясы ашылмаған тылсым нысандар мен құбылыстарды зерттеу тақырыбы етіп аласыздар деп сенемін. Қош сау болыңыздар.